Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім Болысбек. Бүгін сіздерге алмалы пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Мен бұл рецепт бойынша екінші рет жасап жатырмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шыққан, дәмі де әдемі болып шықты. Бұл бәлішті Шарлотта деп те атайды. Ендеше видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 4 жұмыртқа, 200 грамм қант қажет болады. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Баяу жылдамдықта араластыра отырып, кейін жылдамдығын көбейтеміз. Қантты жақсылап еріп, аппақ көбік болғанша араластырасыздар. Ертілген жылы 200 грамм сармайды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Құрғақ заттарды бірге араластырып жібересіздер. Бұл жерде разрыхитель мен ұнды бірге араластырып жібердім. Міндетті түрде електен өткізіп аласыздар. Кейін миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жай жылдамдықта бастайсыздар. Осындай масса шығады. Қоюлау. 4 алманы қолдандым. Үшеуінің арасына дәл осылай жұқа етіп турап, біреуін бетіне алып қалдым. Енді барлығын араластырып аламыз. Пешті міндетті түрде алдын ала 5-10 минутқа қыздырып аласыздар. Мен кәдімгі асел пеште пісіріп алдым. Дәл осындай өзімізге қажетті формаға салып, бетін кішкене тегістеп жібереміз. Енді жаңағы жұқалап турап алған алмамызды бетіне қойып шығамыз. Дәл осы видеоны менің арнама тіркелмей көріп жатсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Көптеген видеолар салатын боламын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін қасындағы қоңырауша белгісіне басып қоюды ұмытпаңыз. Пирог дайын болды. Пирогтың піскендігін дәл осындай таяқшаның көмегімен байқап қарасаңыздар болады. Егер де таяқша таза болып шықса, онда пісті деген сөз. Кішкене суытып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Қатты суудың қажеті жоқ. Сіздер жасап көріңіз, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үйлеріңіздегілерге ұнайтынына сенімдімін.